Ол негізі бұл жерде жарайды сен типажың сондай шығар, бірақ та сен болашақта білмейсің ғой қандай адамға тұрмысқа шығатыныңды. Негізі мен ойымша бірінші орында адамның адамгершілігі ойлаймын, ол андай жаңағы бойы ұзын анау деп отырып оған қарамайды деп ойлаймын, егер шын ғашық болса. Саида қарайсыз ба, қарамайсыз ба? Көзім бар ғой, енді қараймын мен. Жоқ, негізі ше, ала мынандай ғой енді. Бірінші енді сырт келбетпен жақсы көреміз ғой, көрген кезде. Бірінші сырт келбетін көреміз. Одан кейін барып ішіне үңілесің ғой. Адамгершілік жақсы екен деп ешкім үйленіп кетіп жатқан жоқ қой, ала мына жерде. Ер азаматтар да халықтың алдында очко жинау үшін солай айтып жатқан түрі ғой енді. Біз қыздар не көрді, соны айтып жатыр да бұл жерде. Сен Ғалымжан сияқты жігітті ұнататын ең ғой, мына жігіт келмейтін сияқты деген өздерінің ойын ғана айтып жатыр да. Ол оның анада тұрған ештеңе жоқ, мынада тұрған ештеңе жоқ деп, олай халықтың алдында бір очко жинауды қою керек сияқты. Я баласа ханым, негізі Нұржан дұрыс айтады, өйткені ұлдар ғана сонда көзбен жақсы керек екен да, а қыздарға болмай ма не? Қыздар тоже имеет право. Ол қыздар айта береді енді адамгершілік, бірақ все равно қанша жыл өмір бақи тұратын ол ер азаматты азанда да кешке де қасында болады. И бәрібір де приятно ғой енді жақсы адамға қараған деп ойлаймын енді. Қыздар тоже имеет право түрге қарауға, это нормально. Аян. Негізі ол жаңағы көзбен жақсы көреді, басқа жермен жақсы көреді, бойы ұзын екен, қысқа екен деген нәрсе жоқ. Адам өзінің ойында негізі неше түрлі бір андай идеальный нәрсені құрастыра береді да, қыздары болсын, ұлдары болсын, идеальный нәрсені құрастыра береді. Ол нәрсе қай кезге дейін жалғасады білесіңдер ма? Ол нәрсе толықтай біреуге ғашық болып қаласың ғой, сол уақытқа дейін жалғасады. Біреуге ғашық болып қаласың, болды, одан кейін сенің ана жерде тұрған идеалың, құрастырған нәрсең бәрі жоқ болып кетеді әшейін. Серхан? Мен Саидаға сұрақ қойайын деп. Серхан, жарнама болып қалды. Тағы да қандай сұрақ қойайын деп жатырсыз? Мен ерекше сұрақ жарнамадан кейін естиміз, шымылдық ашыла ма жоқ па, бірге білеміз.